Сұрақ: ұйықтап қалып сәресіні өткізіп алған кісілер не істейді? Жауап: сәресі ішу парыз емес. Ұйықтап яки басқа себептермен сәресіні өткізіп алғандар ештеңе ішіп жеместен ораза ұстауын ары қарай жалғастыра береді. Бірақ сәресіні жіберіп алмауға тырысқан жөн. Хадисте: сәресі ішіңіздер, себебі сәресіде берекет бар. Бір жұтым су ішсеңдер де сәресіні тастамаңдар. Себебі сәресіге тұрғандарға Алла тағала рахым етіп, періштелер кешіріп тілейді делінген. Сәресі мезгілі дұға тілектер қабыл болатын ең берекетті уақыт. Сәресі ішу адамға күш береді, күндізгі жұмыстарын тыңғылықты атқаруға, ғибадаттарын кемшіліксіз орындауға көмектеседі. Бұған қоса, сәресіге тұрған кісі сүннет сауабын алады. Себебі сәресі жеу пайғамбарымыздың сүннеті. Сәресіге тұрған кісі артынша сәре уақыты шықпай тұрып тәһәжжүд намазын оқып, Раббысына мінәжат етсе, нұр үстіне нұр. Сіз менің каналыма жазылсаңыз өкінбейсіз, тіркеліп қоңырау белгісін басып қойыңыз. Сізді қызықтырып жүрген сұрақтар болса, комментарияға жазып кетіңіз. Мен сізге міндетті түрде жауап беретін боламын.